Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде рецепт емес, бүгін бізде блог. Номер 1 блог, және де мен қонақ шақыратын болғандықтан 3 күн бұрын осылай заготовкалерімді дайындап қойдым. Ол әрине 3 суала қамыр жайып, осылай май жағып, жақсылап орап, бір зуаласынан бір қамырдан самса және де екеуінен хаттама пісіретін боламын. Барлығын осылай дайындап аламыз. Кесіп бір зуаладан 4 хаттама шығады. Және де бір зуала қамырдан бір қонаққа жететін самса шығады. Сондықтан осылай барлығын кесіп, дайындап, морозильникке салып, қатырып тастаймыз. Оны кейін қолданатын кезде 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат бұрын осылай морозильниктен алып қойсаңыздар, жібіп дайын болып тұрады. Жабысып қалмасын деп ортасына қағаз қойдым. Негізі арасына күленкі қойсаңыздар өте жақсы болады. Қағаз сәл жабысып қалуы мүмкін. Осылай қамырларымды дайындап алдым. Одан кейін морозильниктегі еттерімді шығардым. Пісіретіндерімді бөлек, пісірмейтіндерімді қайтадан салып тастадым. Осылай барлығын алдым. Енді төбесіндегін алайын десем, мүлдем алынбайды. Сонымен холодильникті өшіріп қойып, бір сағаттай тұрды. Сөйтіп нағып отырсың дейді күйеуім. Сөйтіп аламай отырым десем, келіп ол да алуға тырысты, енді аламады. Сондықтан холодильникті өшіріп тастадық. Соның жібіп осылай алдым. Барлығын жібітіп, керектерін алып, керек еместерін қайтадан салып тастадым. Одан кейін енді профитролидің керемет рецептін таптым, қыздар. Енді бір жасағаннан керемет болып шығады. Тура рецепт бойынша жасасаңыздар, ровно тура болып шығады. Осындай керемет профитролилер шығады. Одан кейін әсібімді дайындап қойдым. Барлығы мясорубкадан өткізіп, одан соң трайфл сникерске карамелімді дайындадым. Және де бір жағынан профитролилерімді пісіріп қойдым. Алдын ала, өйткені олар пісіріп қойсаң тұра береді 2 күн, 3 күн. Одан кейін осындай крылышкілерімді маринаттап қойдым. Енді барлығын пісіруге кірістім. Бұл жерде самса және де котлет. Самсаны дайындап алдым, котлетімді дайындап алдым. Және де бір уақытта, мен барлығын бір уақытта жасағанды жақсы көрем. Бір жағынан котлетімді пісіріп аттым, бір жағынан хаттамамды пісіріп аттым, бір жағынан самсамды пісірдім. Осы үшеуін пісіруге менде 1,5 сағаттай кетті. Барлығын бір уақытта, бір газға котлет, бір газға хаттама және де самсаны пешке салып қойдым. Сонымен тез пісіріп алдым. Бәрі дәмді болып шықты. Маған самсаларым да, қамырлары да өте керемет болып шыққан. Өзіме қатты ұнады. Қонақтарыма да ұнады. Барлығы мақтап кетті. Осылай заготовка жасап қойсаңыздар болады. Және де десертке дамские пальчики және де трайфл сникерс дайындадым. Олардың рецептісі бөлек шығатын болады. Және де менің осы самсаның және де хаттаманың рецепттерінің барлығы менің YouTube каналымда бар. Барлығы пісіп шықты. Енді ертең үлгермей қалмас үшін салаттарымның барлығын да турап тастадым. Біріншісі осылай греби салат болады. Одан кейін қызылша салат дайындаймын. Самсаларым өте керемет болып шықты, өте дәмді болып шықты. Самсаның несі маған қатты ұнады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, белсенді болып отырсаңыздар екен. Осылай фук еткізіп барлығын ашып тастадым. Осылай окорочкамды пісіріп қойған болатынмын. Оны да турап тастадым. Осылай, және де видеоның соңында менің дастарханымды көретін боласыздар.
барлығын өз қолыммен өзім жасадым. Барлығын негізі алдын ала дайындап немесе заказ беріп па істесеңіздер болады, өйткені өте көп жұмыс болады, шаршап қалуларыңыз мүмкін. Баршаңызға рахмет, приятного просмотра, яғни баршаңызға сәттілік тіледім. Мен сіздермен бүгін осы жерден қоштасамын. Баршаңызға рахмет, сіздермен бірге болған Таңшолпан.